Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге пеште, духовкада, асқабақтың ішінде қуырдақтың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді және де денсаулыққа өте пайдалы тағамды менімен бірге дайындап көріңіздер. Білесіздер, асқабақ адам организміне өте пайдалы, ал пеште піскен асқабақ тіптен пайдалы. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Себебі келесі видео рецепте мен сіздерге табиғи үй жағдайында балалардың сүйіп жейтін асы нутелланың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамында ешқандай пальма майы, өсімдік майы жоқ. Күмәнсіз нутелланы үй жағдайында менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін қоңыраушаның белгісін басып, каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен тазалап жуылған асқабағымыздың төбесінен осылай дөңгелек сызып шапка жасаймыз. Асқабағымызды ең алдымен жақсылап тазартып жуып алуды ұмытпаңыздар. Мен ас содасымен, ыстық сумен жақсылап ысқылап жуып алдым. Дәл солай сіздер де жуып алыңыздар, сонда асқабақтың иісі жойылатын болады. Мінекей асқабақтың төбесіндегі қалпағын осылай кесіп алдық. Енді барлық ұрықтарын тазартып шығамыз. Барлығын ұрықтарын және ішіндегі тамырларын барлығын қолымызбен жақсылап тазалап аламыз. Мен осылай қолыма перчатка киіп алдым. Сіздер кимей тазалай берсеңіздер болады. Енді мен қолым тырнақтарым арасы сарғайып қалмас үшін осылай перчатканы киіп алдым. Барлық ұрықтарын, тамырларын жақсылап тазартып және тазалап болғаннан кейін тұздап қоюды ұмытпаңыздар. Менде видеоға түспей қалыпты. Сондықтан тазалап болғаннан кейін ішіне көз мөлшерімен тұз сеуіп қоямыз. Асқабаққа тұзымыз сіңіп тұруы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен ет қажет болады. Мен сиырдың етін қолданып жатырмын. Тауықтың етімен алмастырып жасасаңыздар да болады. Және де тауықтың аяқтарын, қанаттарын қоссаңыздар да болады. Барлығын өзіңіздің қалауыңыз бойынша үйдегі бар ингредиенттерден жасап дайындай бересіздер. Мен осылай жұқалап, төрт бұрышты формада барлық етімді турап алдым. Енді келесі көкөністерімізді турап бастаймыз. Бұл жерде көкөністерден сіз өзіңіз үйдегі бар азық-түліктерден жасап дайындай берсеңіздер болады. Мен осылай сарымсақ, пияз және де картоп, сәбіз, капустаның аз бөлігін және де болгар бұрышын қостым. Барлығын видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, онда міндетті түрде осы каналды жоғалтып алмас үшін қазірден каналға тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Себебі бұл каналда 100-ден аса видео рецептер бар және де ай сайын тұрақты түрде аптасына 2-3 видео шығып тұрады. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар. Себебі сіз деген рецептер осы каналдан табылуы мүмкін. Мінекей біз барлық көкөністерімізді турап алдық. Картопты кішкене ұсақтап турадым. Енді қазанымызға сұйық майымызды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Қыздар, сонымен қоса менің каналымда ыстық тағамдардың түрлі рецептері өте көп. Бау тоқаштары және де лағманның қамырының дұрыс созылу құпиясы, басқа да түрлі рецептер көп. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Енді етімізге пиязымыз бен сарымсағымызды қосып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қалауыңызша томат пастасын және де қызанақты қосып қуыруларыңызға болады. Мінекей біз барлық сарымсақтарымызды, пиязымызды қуырып болдық. Енді үстіне су құямыз. Суды өзіңіздің қалауыңыз бойынша біздің көкөністеріміз бен етіміз толықтай піскенге дейін осы суымыз тартылмай ыдысымызға біздің көкөністеріміз жабысып қалмайтындай су құюымыз қажет. Енді сәбізді және де картопты қосып жартылай піскенге дейін осы қазанымызда пісіріп аламыз. Бақылап отырыңыздар, суы тартылып, осы көкөністеріңіз қазанға жабысып қалмауы керек. Суды мұқият қадағалап отырыңыздар. Енді осылай бір араластырып жартылай піскенге дейін пісіріп аламыз да, оның үстіне болгар бұрышын және де капустамызды қосып, тағы да бір қабат араластырып, татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприка қоссаңыз болады, зира қоссаңыз болады. Мен осындай розмарин приправасын қостым. Қалауыңызша басқа да приправаларды қоссаңыздар болады. Барлығын араластырып, бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін асқабаққа салуға көшеміз. Сол уақыт аралығында асқабақты
сұйық маймен майлап қоюды ұмытпаңыздар. Тұзы сіңіп тұрған асқабағымыздың алдымен ішін, содан кейін сыртын, осылай барлық жерін майлап шығамыз. Бұл бізде асқабағымыз ыстыққа пешке түскен кезде сырты жарылып кетпес үшін қажет. Немесе фольгамен орап қойсаңыздар да болады, бірақ фольгамен оралған кезде тағамды ыдысқа салу қиындық туғызады. Сондықтан осылай сыртын майлап қойған сіздерге ыңғайлы болады. Жартылай піскен көкөністерімізді барлығын ыдысымыздан осылай асқабақтың ішіне аз-аздан сорпасымен барлығын құйып шығамыз. Бұл жердегі көкөністерді үйіңіздегі бар азық-түліктермен алмастырып жасасаңыздар да болады. Қалауыңызша баклажан немесе саңырауқұлақ қоссаңыздар да болады. Және де бұл жерде мен капустаны қостым. Егер де капустаны қоссаңыздар, онда капустаның сөлі шығып, шырыны шығып, сіздердің тамақтарыңыз одан сайын дәмді болып шығады. Мен бұл жердегі көкөністердің барлығын көз мөлшермен жасадым. Мендегі асқабақтың салмағы 3 килограммнан жоғары болды. Мінекей барлығын көкөністерімізді асқабақтың ішіне салып болдық. Енді қақпағын жауып, осылай алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 60 минут және де 180 градуста 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Сонымен қоса, достар, алдыңғы видео сабақта мен дәл осы холодецтің видео рецептісін жүктеген болатынмын. Егер де сіз алғашқы көрерменім болсаңыз, онда астыңғы комментарий бөліміне сілтемесін қалдырамын, міндетті түрде өтіп қарап көріңіз. Дәл қазіргі сезонда организмге қажет дәруменге және де коллагенге бай холодецті сіздер де дайындап көріңіздер. Мінекей біздің тағамыз дайын болды. Сырты осылай кішкене күйіңкіреп піседі. Қараңыздар, қандай жұмсақ, тіпті қабығынан осылай шешіліп жатқан тағамды міндетті түрде сіздер де дайындап көрулеріңіз қажет. Және де бұл тағамды әсіресе бауыры ауыратын адамдарға міндетті түрде көп тұтыну қажет. Себебі асқабақ адам организміне өте пайдалы тағам, сондықтан міндетті түрде сіздер де өз дастарханыңызға дайындап көріңіздер. Бұл тағамды өзінің денсаулығын ойлайтын, денсаулығын күткен және де асқабақ көкөнісін жақсы көретін адамдарға міндетті түрде аптасына 2 рет дайындап көру қажет. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ және де дастарханыңыздың көркін ашатын, әсіресе мерекелік дастарханға дайындалатын тағам түрін сіздер де дайындап көріңіздер. Қараңыздаршы, қабығынан осылай шешіліп тұрады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Ас болсын.